Ассаламу алейкум, сәлем баршаңызға. Мен арнама қош келдіңіздер. Егер де менің арнама әлі де тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге алдада өте пайдалы да маңызды ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан мен арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әр видео шыққан кезде сіздерге хабарлама келіп, видеомды ең бірінші көріп тамашалайтын боласыздар. Холодец. Холодец қазақ тілін аударғанда дірілдік деген мағынаны білдіреді. Холодецті кім ойлап тапты? Ең алғаш холодецті орыстар ойлап тапқан. Кейін француздар рецептіні өзгертіп, оған қайнатылған жұмыртқаны, көкөністерді қосып, нағыз корольдік тағамға айналдырған. Француздар холодецке құстың, аңның, шошқаның, бұзау мен қоян етін қосып дайындаған. Холодецтің құрамында А, В, С, соның ішінде В тобындағы витаминдер, әсіресе В12 мен В3 витаминдері өте көп. Сонымен қатар кобальт, магний, кальций, калий, натрий, фосфор, темір және де басқа да макро және микроэлементтер бар. Холодец буын ауруларына, тірек қимыл аппаратының проблемаларына өте пайдалы. Холодец гемоглобинді арттырады, көруді және иммунитетті күшейтеді. Холодец денеге қалай пайдалы? Холодецтің құрамында пайдалы зат коллаген бар. Коллаген жасына қарай тозуға бейім шеміршектің негізгі құрылыс материалы болып табылады. Ол терінің серпімділігі, әжімдер мен тыртықтың болмауына не азаюына жауап береді. Холодец теріні, қан тамырларын, буындарды, шеміршекті деформациядан және бұзылудан қорғайды. Холодец неліктен буындар үшін пайдалы? Холодец шеміршек тінін және синовиалды сұйықтықты қалпына келтіреді. Бұл артроздың дамуын бәсеңдетеді. Холодецтің құрамында коллаген мен ақуыз өте көп. Холодецті сынықтар мен сынықтан кейін сүйектерді бірігу үшін ұсынылады. Холодец терінің, шаштың, тырнақтың күйін жақсартады. Олардың жылтырлығын қалпына келтіріп және оларды нығайтады. Бұлшық етті шығаратын протеинді сусындар мен батончиктердің орнына осы бірнеше қасы холодецті жесе әлде қайда пайдалы. Холодецті гастриті бар адамдарға көп жеуге болмайды. Оны тек аптасына 1 рет, яғни 2 рет қана жеуге болады. Егер де мен ақпаратым сіздерге ұнаса, маған комментарий жазып, мен арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сізбен болған мен Гүлназ.